Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Экраннан кімнің бейнесін көріп тұрмыз? Әженің бейнесін көріп тұрмыз. Ендеше ұяшықтарда қандай сөздер немесе суреттер жасырынғанын білгіңіз келеді ме? Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Экранда кімнің бейнесі бейнеленген? Әрине, әженің бейнесі. Ал ұяшықтарда ненің суреттері жасырынғанын білгілерің келеді ме? Ашып көрейік. Кимешек, камзол, ұршық. Бұл дүниелердің барлығы әжелерге тиесілі. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Нұрдаулет Ақыш, нағыз әже қайда? Әжені аңсау. Бүгінгі сабақта сіздер әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайсыздар. Көркем шығармадан алған әсерлеріңді сипаттап, авторға хат жазасыздар. Менен сұрақ болсын, сіздерден жауап болсын. Әңгіме кейіпкерлері жайлы не білдіңіздер? Балалары әкесін қандай сұрақтармен мазалайды? Әже дастархан басында өзін қалай ұстады? Автор неліктен қыздарына әже іздейді? Жазушы ойы қандай? Үй иелері мен олардың қыздары неліктен қонаққа баруға ерекше дайындалады? Автордың дастархан басындағы әжені ажырата алмауының себебі неде? Сұрақтарға жауап беріп көрейік. Барлық сұраққа жауап беру міндетті емес. Өздеріңіз қалаған сұрақтарыңызға жауапты дәптерге жазуларыңызға болады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Қалағандарыңыз бойынша кір жайғыш жіптегі қажет емес ақпаратты алып тастауларыңыз қажет. Яғни дәптерге қажетсіз ақпаратты жазамыз. Нағыз әже қайдаға, яғни сипаттамасына сәйкес келмейтін дүниені алып тастаймыз. Нағыз әже қайда? Әңгімесінің авторы Тынымбай Нұрмағамбетов. Солай ма еді? Әрине жоқ, Нұрдаулет Ақыш. Яғни сіздер осы ақпаратты дәптерге жазып қоюларыңыз қажет. Әрі қарай, шығарма әкенің атынан баяндалады. Дұрыс ақпарат па? Шығармадағы әженің есімі Балқия. Ойланып көріңіздер. Білмесеңіздер, оқулыққа жүгінуге тура келеді. Ая мен Райхан қонаққа әжемен кездесу үшін барды. Солай ма? Ая мен Райханның әкесінің аты Азат. Сіздерге тапсырма түсінікті болса, орындаймыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Фактта Райхан мен Ая, екінші фактта Азат немесе автор, үшінші фактыда шығармадағы әже берілген. Сіздерге берілетін тапсырма, идеясын, әрекетін, сұрағын жазуларыңыз қажет. Бағыт бағдар беру үшін бірінші бағанды өзім айтайын. Факт Райхан мен Ая, яғни олардың бары анық дүние. Райхан мен Аяның идеясы нағыз әжені көру. Райхан мен Аяның әрекеті нағыз әжені іздеу. Сұрақ: Райхан мен Ая нағыз әжені тапты ма? Түсінікті болса, осы бағытпен бұл тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Авторға, яғни қыз балалардың әкесіне хат жолдаймыз. Үлгіге назар аударыңыздар. Автордың қалын сұрау керексіздер, өздеріңіздің жағдайларыңызды айту керексіздер. Негізгі ой міндетті түрде қоштасасыздар. Хаттың иесі және міндетті түрде сәлеммен кім, соны нұсқайсыздар, күнін жазуға міндеттісіздер. Өзіңіз өзіндік ізденіс тапсырмасында мына бір кестені толтыруларыңыз қажет. Яғни шығармадағы әженің күшті жағы, әлсіз жағы, мүмкіндігі, қаупі. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын.
сәттілік тілеймін.